Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы галоген ангидриттер, амидтер, күрделі эфирлер, майлар. Бүгінгі дәрістің жоспары карбон қышқылы туындылары, карбон қышқылының тұздары, карбон қышқыл тұздарының қасиеттері, күрделі эфирлер, майлар, амидтер, ангидриттер. Карбон қышқылының туындылары жоғары реактивтілікке ие. Карбоксил тобындағы реакциялар нәтижесінде олар функционалды туындылар түзеді. Ал көміртек радикалындағы реакцияларда құрамында карбоксил тобымен бірге басқа да функционалдық тобы, мұнда YRCOH, мұнда Y-іміз хлор, бром, OH, көміртек, қос байланыс оттек, NH2 және тағы басқалар жатады. Бар алмастырылған карбон қышқылдары түзіледі. Карбон қышқылдарының функционалдық туындылары бұл COH, карбоксил тобы, басқа функционалды топқа айналатын және гидролизден кейін сәйкес қышқыл түзетін қосылыстар. Карбон қышқылдардың функционалдық туындылары құрамында ацил тобы бар қосылыстар RCO. Ацил туындылары эфирлер, амидтер, ангидриттер, галогениттер деп аталады. Радикал көміртек үш байланыс азот нитрилдері карбон қышқылдарының туындылары ретінде жіктеледі. Өйткені олар гидролизден кейін сәйкес қышқылдарға айналады. Көп негізді қышқылдар функционалдық туындылардың екі қатарын құрайды. Бейтараптар барлық COH топтарының түрлену өнімдері және қышқылдар, онда кем дегенде бір карбоксил тобы сақталады. Карбон қышқылдары және олардың функционалды туындылары бір-бірімен тығыз байланысты. Диаграмма олардың өзара конверсиясының мүмкін болатын жолдарын көрсетіп тұр. Карбон қышқылдарының тұздары карбоксил тобындағы сутек атомын металл немесе аммоний катионымен RCO металл алмастыру өнімдері. Тұздардың халықаралық атауларының мысалдары CH3SO натрий, натрий ацетаты, HCO2 кальций, кальций форматы, C2H5SO NH4 аммоний пропионаты, C17H35SO калий, калий стиараты. Карбон қышқылдарын бірінші белсенді металдар арқылы алынады және аммиактық қыздырусыз алынады. Негіздік оксидтерді қосу арқылы карбон қышқылдарын аламыз және металл және аммоний гидроксидтері арқылы алынады және әлсіз қышқылдардың тұздарын қосу арқылы карбон қышқылдары тұздары алынады. Карбон қышқылының күрделі эфирлері RCO-R эфирлері радикал COH карбон қышқылдарының функционалды туындылары болып табылады. Онда OH тобы O радикал тобымен ауыстырылады. O радикал спирт немесе фенолдың қалдығы. HCO CH3 карбон қышқылдарының күрделі эфирлерінің ең қарапайым өкілі метил формат немесе метил формат болып табылады. Номенклатурасы бойынша тарихи атауы HCO C2H5 этил форматы, CH3SO C4H9 бутил ацетаты. RCO карбоксил аттарының халықаралық атаулары сәйкес көміртек атауына және OH жұрнағы қосып аталады. Метионат және этонат. Бұл жағдайда аталған күрделі эфирлердің атаулары HCO C2H5 этил метан және де бутил этанат. Күрделі эфирлерді көбінесе қышқылдардың спирттік туындылары деп атаймыз. Соңғыларының тривиалды атауларын қолданады. CH3SO C2H5 этил сірке қышқылының эфирі, этил ацетат. Физикалық қасиеттері эфир молекулалары электр теріс атоммен байланысқан сутек атомдарының болмауынан байланысты асимметрленген сутектік байланыс түзбейді. Сондықтан карбон қышқылының күрделі эфирлерінің қайнау температурасы сәйкес қышқылдар мен спирттерге қарағанда төмен болады. Төменгі карбон қышқылдарының және төменгі бір атомды спирттердің күрделі эфирлері ұшқыш аз ериді және суда іс жүзінде ерімейді.
Олардың көпшілігінде гүлдердің, жидектердің және жемістердің жағымды хош иісі бар. Мысалы, изобутил форматта малинаның иісі болса, октил ацетатта апельсиннің иісі, бензил форматта жасминнің иісі, этил бутиратта ананастың иісі бар. Күрделі эфирлерді алу үшін карбон қышқылының спирттермен әрекеттестіру арқылы, этерификациясы реакциясы арқылы күрделі эфирлерді аламыз. Майлар глицерин мен жоғары бір негізді карбон қышқылдарының күрделі эфирлері болып табылады. Мына жерде глицерин мен карбон қышқылының әрекеттесуінен бізде май түзіледі. Майлар май молекулаларының құрайтын май қышқылдары бір қатар ортақ белгілермен сипатталады. Олар монокарбонды, олардың құрамында көміртек атомдарының жұп саны 4-24-ке дейін кездеседі. Көмірсутек радикалдары тармақталмаған тізбекті құрылымға ие. Көміртек байланыстары бар болса, тез конфигурациясымен сипатталады. Екі немесе одан да көп көміртек байланыстары болған жағдайда олар CH2 метилен тобымен бөлінеді. Май қышқылдарының бұл құрылымдық ерекшеліктері биосинтетикалық процестермен анықталады. Майлар барлық тірі организмдерде кездеседі және маңызды биологиялық қызмет атқарады. Белоктармен және көмірсулармен бірге олар құрайды. Майлар ақуыздар мен көмірсуларға қарағанда 2 есе көп. Майлар липидтер тобына жатады. Майлардың физикалық қасиеттері. Жануарлардың майлары, қой, шошқа, сиыр және тағы басқа жануарлардың майлары әдетте балқу температурасы төмен, қатты заттар болып табылады. Балық майы ерекше. Қатты майлардың құрамында негізінен қаныққан май қышқылдарының қалдықтары болады. Өсімдік майлары. Майлар күнбағыс, соя, мақта және тағы басқа, сұйық кокос майы, какао майы және пальма майынан басқа майлардың құрамында ең алдымен қанықпаған май қышқылдары бар. Құрамында полиқанықпаған май қышқылдарының қалдықтары бар. Майлардың биологиялық маңызы зор. Химиялық қасиеттері бойынша майлар күрделі эфир ретінде сипатталады. Минералды қышқылдармен катализденетін гидролиз реакциясы. Трисиарид глицеринді судың қатысуында глицерин және стеарин қышқылы түзіледі. Сүлгілердің немесе сілтілі металл карбонаттарының көмегімен майлардың гидролизі қайтымсыз жүреді. Бұл жағдайда өнімдер сабын болып табылады. Жоғары карбон қышқылдарының және сілтілі металдардан тұрады. Тристиарат глицерин натрий гидроксидінің қосылуында және судың глицерин және сабын түзіледі. Натрий тұздары қатты сабын, ал калийдің тұздары сұйық. Майлардың және шын мәнінде барлық күрделі эфирлердің сілтілі гидролиз реакциясы сабындану деп айтады. Күшті қышқылдардың әсерінен жоғары карбон қышқылдарын сабындан бөлуге болады. Химиялық қасиеттері бойынша қанықпаған қышқыл қалдықтары бар майлар алкендерге тән қосылу реакциясына гидрлеу, коллагендеу, тотығу, полимерлену реакцияларына түседі. Сұйық майлар гидрлеу реакциясы арқылы қатты заттарға айналады. Бұл процесте мұнай молекулаларының көміртек радикалының құрамында қос байланысқа сутектің келіп орналасуына байланысты. Мұнайды гидрлеу өнімі қатты май, жасанды май, шошқа майы алу үшін қолданылады. Амидтер радикал СО, OH карбон қышқылдарының функционалды туындылары болып табылады. Онда гидроксил OH амин тобымен NH2 біріншілік, екіншілік, үшіншілік амидтер тобымен ауыстырылады. Біріншілік амидтердің жалпы формуласы радикал SONH2 немесе радикал қос байланыс H алкил арел. Радикал SONH радикал екіншілік азотты алмастырылған амидтер. Радикал SO азот
радикал үшінші ретті. Азот орынбаған амидтер номенклатурасы бойынша Са3СО-NH2 ацетамид, сірке қышқыл амиді, Са6H5СО-NH2 бензамид, бензой қышқыл амиді. Екіншілік RSO-NHR және үшінші реттік RSO-NR амидтер үшін радикалдарының атаулары амид атауының алдында азот белгісімен көрсетіледі. Амидтерді бірінші күрделі эфирлерден, ангидриттен және карбон қышқылдарынан алынады. Ангидриттер радикал СО радикал ангидриттері радикал СО-OH карбон қышқылдарының функционалды туындылары болып табылады. Оларда OH гидроксил тобы СО радикал тобымен ауыстырылады. Радикал СО радикал ангидриттері қарапайым ангидриттер монокарбон қышқылының екі молекуласының бір су молекуласының жойылуынан түзілетін өнімдер деп санауға болады. Аралас ангидриттер RSO радикал екі түрлі қышқылдың молекулаларынан су молекуласын жою өнімдері. Галогениттер, ацил галогениттер гидроксил тобы галогенмен ауыстырылатын карбон қышқылдарының функционалдық туындылары. Қолданылған әдебиеттер тізімі.